Ұлы жеңістің 75 жылдығына орай Нұр-Сұлтан қаласы орталықтандырылған кітапханалар жүйесі ұйымдастырып отырған «Бәрі менің жадымда» бірегей жобасы жеңіс күнін жақындатқан жүздеген адамдардың суретін бір жерге топтастырып, ерлігімен қайталанбас тағдыры туралы баяндайды. Сұрапыл соғыс пен қаһарлы күндердің батырлары туралы естелік бүгін еске алу аллеясында. 22 маусым 1941 жылы адамзат тарихында қанмен жазылған. Әкелеріміз бен аталарымыз, аналарымыз бен әжелеріміз көзсіз ерлік көрсеткен сұрапыл соғыс, Ұлы Отан соғысы басталды. Қатыгез күндерде қан кешкен ержүрек ағаларымыз бен әкелеріміз, ұйқы күлкісіз еңбек көргін қыздырған аналарымыз бен әпкелеріміздің ерлігі ұмытылмастай болды. Жеңіс туын желбіреткен теңдесі жоқ көзсіз ерлік пен ерен еңбек ешқашан ұмытылмақ емес. Осы жобада біз аққар көк мұз жастана шайқасып, еліне аман оралған, жеңіс жолында құрбан болған, ұрыс таласынан қайтпай ізсіз жоғалған ержүрек ағаларымыздың ерлігін жылдары бойы сақталып, сарғайған суреттер мен құжаттар арқылы еске алып, өскелең ұрпаққа жеткізгіміз келеді. Жеңісті жақындатып, бейбіт өмір сыйлаған батыр бабаларымыздың биік рухына тағзым ете отырып, ерлік істерімен мақтанатынымызды айтқымыз келеді. Соғыс ардагерлерінің ерлігі ұрпақтар жадында. Жеңіс туын желбіреткен теңдесі жоқ көзсіз ерлік пен ерен еңбек ешқашан ұмытылмақ емес. Ешкімде ешқашан ұмытылмайды.
ешкімде ешқашан ұмытылмайды.